Мынау бізде 10. Мына 7-ні 10-ға айналдыру үшін біз 3-ті береміз. Сонда 7-ге 3-ті қосқан кезде 10 болды. Ол 3-ті біз қайдан алдық? Мына 5-тен алдық. 5-тің 3-ін мұнда жазып қойдық. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Тағы да мен Айнагүл Дәуіт. Бүгін сіздермен Сенің атың жылдамдық есі кітабының 23-ші бетін шығарамыз. Бұл 2-ші сыныпқа арналған кітап. Бұған дейінгі сабақтарды міндетті түрде көріңіздер. Бұл есепті шығару үшін алдыңғы сабақтардан өтіп келуіміз керек. Ал кеттік. Мына жерде 19-ға 2-ні қосу деген есеп бізде 23-ші бетте тұр. 23-24-ші беттегі есептерді шығарамыз. Бұл жерде мына 19-ды дөңгелек санға айналдырамыз, 18-ді дөңгелек санға айналдырамыз, 17-ді дөңгелек санға, дөңгелек ондыққа айналдырамыз. Ол үшін 19-дан кейінгі 10-нан кейінгі ондықтың неше екенін білу керек. Әзірше тек қана 20-ға айналдыруды үйренеміз. 19-ға біз 1-ді қоссақ, ол 20 болады. 2-нің өзінде 1 қалады. Оны мына бұтағына жазып қоямыз. 19-ға 1-ді қосқанда 20, 20-ға 1-ді қосқан кезде 21. Бұны мысалы мамалар түсініп алыңыздар. Мамаларға бұл түсінікті сияқты. Балаларға түсіндіру үшін бірінші өздеріңіз түсініп аласыздар, одан кейін балаларға баланың тілінде мынаны былай дөңгелектейміз, мынаған 8-ге біз 2-ні береміз дегенді түсіндіресіздер. Мысалы 18-ге 2-ні берген кезде 20 болады дегенді білмейтін балалар болады. Егер 18-ге 2-ні берген кезде 10-нан кейінгі ондық 20 болады, вообще оқпай жатса, түсінбей жатса, онда мынаны түсіндіріңіз. Мынау 10, мынау 8, 10 тұра тұрсын, 10 өзі тұра тұрсын. Мына 8-ді 10-дыққа айналдырайық. 8, 10 болу үшін біз мына жерге 2-ні береміз. Ол 2-ні біз 3-тен сұрап алдық та, мынаны бұтағына жазып қойдық. Енді 3-тің өзінде 1 қалды деп түсіндіреміз балаларға. Енді 18-ге 2-ні қосуды білмей жатуы мүмкін. Негіз бұны білу керек. Білмей жатса, онда айтасыздар. Мынау бізде 10, мынау тұрған 1 емес, мынау тұрған бізде 10. Мына 8-ге 2-ні қосқан кезде міне тағы да 10 пайда болды. Міне 10, міне 10, енді 10-ға мына 1-ді 21 болды. Осыны балаға әбден түсіндіреміз. 17-ге 3-ті қосқанда 20 болады дегенді бала білуі мүмкін, бала білмеуі мүмкін. Егер балаңыз біліп тұрса, ары қарай шығарып тұрса, онда жақсы. Білмесе, сіз дәл жаңағы сияқты үйретесіз. 17-ге 3-ті қосқан кезде 20 болады деп үйретсеңіз болады, егер олай түсініп жатса. Егер олай түсінбей жатса, мына санды өзіне оқытасыз. 17 деп. Мынау 7-ні 10-дыққа айналдырамыз. Мынау 1, ол 1 емес, ол 10. Өйткені біз 17 деп айтып тұрмыз. Мынау бізде 10, мына 7-ні 10-дыққа айналдыру үшін біз 3-ті береміз. Сонда 7-ге 3-ті қосқан кезде 10 болды. Ол 3-ті біз қайдан алдық? Мына 5-тен алдық. 5-тің 3-ін мұнда жазып қойдық. 5-тің өзінде енді 2 қалды. 7-ге 3-ті қосқанда 10. Бізде басында 10 болды, тағы да 10 пайда болды, 20. Енді 20-ға 2-ні қосамыз, 22. Бұл жерде тек қана 20-ға айналдырдық. Келесі мысалы енді әр түрлі ондықтар. Енді мына 37-ден кейін, 30-дан кейін ондық неше соны білу керек. 40-тан кейін ондық неше соны білу керек. 70-тен кейін ондық неше оны білу керек. Егер оны білмесе, дәл мына кітаптың басына, төбесіне, мына жерге былай жазып қоясыздар. Жазып қойыңыздар былай. Міне 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 деп жазып қоясыздар. Енді біз бағандан бері YouTube арнасында есеп шығардық. Ал сол есептерді одан ары дағдылану үшін, бала әбден өзі шығарып үйрену үшін не істеуіміз керек? Дәл сол есептер жазылған Сенің атың жылдамдық есі деген кітапты біз Каспий дүкенінен ала аласыздар. Әр сыныпқа арналған, 1-ші сыныпқа арналған, 2-ші сыныпқа арналған, 3-ші, 4-ші сыныпқа арналған кітаптар. Одан бері бізде көбейту жаттайық деген кітабымыз бар. Бұны Каспийден штучно ала аласыздар. Оптым алған жағдайда сынып жетекшісіне бір кітап тегін беріледі. Және Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді 30-дан кейін ондық бізде 40 болады. 40-қа айналдыру үшін біз 37-ге 3-ті берсек 40 болады, 5-тің өзінде 2 қалды, сонда 42. 48-ді келесі ондыққа айналдырамыз. Ол 40-тан кейін ондық бізде 50. 50-ге айналдыру үшін біз 2-ні береміз, 3-тің өзінде 1 қалды. 48-ге міне 2-ні қосқан кезде 50, 50-ге 1-ді қосқан кезде 51. 77-ні
келесі ондыққа айналдырамыз, иә, мынаны дөңгелек деп аламыз. 70-тен кейінгі ондық бізде 80. Ол үшін біз 7-ге 3-ті береміз. 7-ге 3-ті береміз. 77-ге 3-ті қосқанда 80, 80-ге 6-ның өзінде 3 қалды. Сонда 83 болады. Бұл дегеніміз ондықтардан аттап қосуы деген есеп. Бұл бізде 24-25 бет. Мына есепті біз мынандай подсказкамен осылай бердік қой, осылай подсказка беріп. Одан кейінгі беттерде 25 беттерде подсказка қоймай, осындай сызықша қоймай беріле салған есептер бар. Мысалы, мына тектес есептер бар. 45 қосылған 9, 36 қосылған 7, кез келген ондық мысалы, 87 қосылған 6 деп бере саласыздар. Мынандай астында подсказка жоқ. Ол кезде мысалы айтасыздар, мынаны дөңгелету керек. Бағанаға подсказкасы бар есептерді шығарып, кәдімгідей бала деген өзінің логикасын қосып, кәдімгідей үйрене қалады. Мына жаққа келген кезде түсіне қалады. Мынадан 9-дан діріп 5-ті бере салам, мына қарай. Діріп деп мынаған 5-ті бере салам, ол 50 болады, иә. 9-ның өзінде 4 қалды, значит, бұл жерде 54. Мына 7-ден былай қарай нешені бере саламыз? Былай қарай діріп деп мында 4-ті бере саламыз, 7-нің өзінде 3 қалды. Сонда 43 деп. Осылай жазып көрсетсеңіз болады. Басында үйренгенше жазып көрсетеміз, үйреніп алғаннан кейін енді жазбай, ойда ұстап, ойда көріп тұрып үйренеміз. 87-ге келесі ондыққа айналдыру үшін мынаның 3-еуін аламыз да, мынаған қоса саламыз. 3-еуін алып 87-ге қосқан кезде ол 90 болады. 6-ның өзінде 3 қалды. Сонда 93 болды. Бұл дегеніміз келесі 25 бет есеп екен. 26 беттегі есеп бұған кері амал. Енді біз 45-ке 9-ды қосып алдық қой, 54 болды. Енді 54-тен 9-ды қалай азайтамыз? Өйткені 4 кішкентай ғой, бірлігі. Келесі сабақта өтеміз. Лайк қойыңыздар, түсінікті болса, міндетті түрде комментарий жазыңыздар, түсіндік, күшті екен деген сияқты. Сіздердің барлық реакцияларыңыз, комментарийларыңыз, сіздердің бізге қойған лайктарыңыз, сіздердің басқа біреулерге бөлісулеріңіз бізге аса қатты маңызды. Сіздердің қолдауларыңыз керек. Және астына міндетті түрде жазыңыздар, қандай есепті үйренгіңіз келеді. Жазып кетіңіздер, және қандай сұрақта кез келген сұрақ қойсаңыздар да болады, тек қана есеп емес. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.